екі арада алыс беріс күшею керек деп ойлаймын. Өйткені біздің елдің азаматтары да осы жақты көрсін, мүмкіндігі барлар қыдырсын, саяхаттасын. Мысалы мен өзім қыста келдім, бірақ мүмкіндік болса жазда да келер едім. Еңбек демалысына болса, мүмкіндік болса тағы да көріп, соған жаңа қыстағы жайлау Бақардың ашқан, жазда көкпеңбек көкорайға жамылған сондай бір көркем кезін көргім келеді. Менің есімім Еркін Карин. Қазақстандағы Республикалық Астана телеарнасының Батыс Қазақстан облысында меншікті тілшісімін. Жалпы Қытай елінде бұрын-соңды болмаған бұл ел туралы ақпарат біздің тек әлеуметтік желісіндегі интернеттегі ақпараттармен ғана шектелетін. Енді интернетте түрлі ақпарат болады ғой. Қазақ айтады, жаңа мың рет естігенше бір рет көр дейді. Сондықтан осы бір үлкен елді аралап көрудің сәт түскеніне, саяхаттың шыққанына өте өз басым қуаныштымын. Көптеген ақпарат алдық. Біздің ойлағанымыздан да басқаша ел екен Қытай. Сосын түрлі тарихи орындарға бардық. Түрлі әдемі табиғаттың көркем жерлерімен таныстық. Осының өзі біз үшін үлкен әсер қалдырды. Енді бұл ретте ең басты ұнағаны, мысалға біз Қытайда бір апта болдық. Бастап айтсам, біз Турфан қаласында болдық. Мұндағы тарихи қаланың орны ашық аспан астындағы кәдімгі дайын музей тұрған. Сонымен қатар ұнағаны Қытайдағы жүрдек пойыз болды. Жүздеген шақырым жерді бір сағатқа жетпейтін уақыттың ішінде лезде жеткізді. Үрімжіден Турфан қаласына жол тарттық. Жүрдек жүйрік пойыз, жүрісі өте жайлы. Қозғалғанда өте жұмсақ қозғалады. Шынымды айтсам, жолаушы ретінде көңілім өте толып отыр. Мұндағы мамандарға айтуынша, бір қатынағанда 600 ақтар жолаушы тасиды екен. Өте керемет. Бұрын 3 сағатта жүрдек осы қашықтықта. Қазір 1 сағатқа жетер, 1 сағаттың ішінде тамандығын берсе, сол Турфан қаласына жетеміз деген ойдамыз. Сосын тағы бір ұнаған нәрсе, Ноғайты қыстағындағы Исламбек ақсақалдың өнері болды. Атадан балаға жалғасқан. Бұл енді қазіргі ұғыммен алғанда бір көне бір құрал түрінде көрінгенмен, бірақ әлі күнге өзектілігін жоймаған. Яғни бұл шаңғымен қазір де қолдануға болады. Жөкай, рек. Қазіргі шаңғылардан бір мына шаңғылар ыңғайлы ма? Осыны көптен алдым. Еңбегіңіз жана берсін. Сондықтан бұл ретте Алтайдың әдемілігі өте ұнады. Сонымен қатар келушілердің көптігі бір есімізде қалған сәт болды. Өйткені ана жерге барсаң да шаңғы, мына жерге барсаң да шаңғы, бәрі өзі жаңа. Бұл деген олай қарасаңыз елдегі экономикалық, әлеуметтік жағдайын жақсы екенін білдіреді. Өйткені адам не істейді? Отбасына асырасын, жұмыс істейді. Шаңғы тебуге уақыт жоқ, кәдімгі қатарда. Мына жерде адамдар көп, демек халықтың әл-ауқаты жақсы деген сөз. Сонымен қатар жаңа біз Ағаяз тауындағы Ағаяз өзенінде болдық. Сарқырап аққан өзен, сол қатып қалған, мұз болып қатқан кез екен. Мұздың үстінде сырғанақ тептік, шалқалап жатып та суретке түстік, тұрып, отырып. Енді ойымызға неге соның бәрін жасадық. Бала сияқты болып кеттік деуге болады. Сондықтан енді елге барғаннан кейін де айта жүремін, қандай мемлекет екенін. Өйткені біздің бұған дейінгі мен өз жеке өз басымның Қытай туралы ойлаған қалыптасқан түсінігім мүлдем басқаша болып шықты. Елде жүргендегі түсінік басқаша да, мұнда келгеннен кейін мүлдем басқаша. Дамыған, өркендеген, бір үлгі алатын, біз енді деген бір жаққа көшіп кете алмаймыз. Біздің көршімізбен қандай жағдайда байланыс орнатуымыз керек. Тату, тәтті, достық негізінде екі арада алыс беріс күшею керек деп ойлаймын. Өйткені біздің елдің азаматтары да осы жақты көрсін, мүмкіндігі барлар қыдырсын, саяхаттасын. Мысалы мен өзім қыста келдім. Бірақ мүмкіндік болса жазда да келер едім. Еңбек демалысына болса, мүмкіндік болса тағы да көріп, соған жаңа қыстағы жайлау Бақардың ашқан, жазда көкпеңбек көкорайға жамылған сондай бір көркем кезін көргім келеді.